Путиннің қайтыс болғаны рас па? Кремль жауап берді. Сәлеметсіз бе? Шұғылы және маңызды хабарламаларды жіберіп алмау үшін қазір лайк басып, жазылуды ұмытпаңыз. Телеграм арналарында Ресей президенті Владимир Путиннің қайтыс болғаны туралы хабарламалар тарады. Кремль бұл ақпаратты жоққа шығарды, деп хабарлайды Массагет.кз тілшісі РИА Новостиге сілтеме жасап. Путин қайтыс болды. Оның орнында оған ұқсайтын адам отыр. Ел төңкеріс жасау алдында тұр деген қауесет абсурд ақпарат, деді президенттің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков. Песков бір аптада президенттің денсаулығына қатысты ақпаратты екінші рет жоққа шығаруға мәжбүр болды. 24 қазанда ол Путиннің жүрегі тоқтап қалды деген қауесеттің жалған екенін айтты. Ешқандай негізі жоқ. Оның жағдайы жақсы, бұл жай кезекті жалған ақпарат, деді Песков. Оның айтуынша, мұндай ақпарат Кремльдің күлкісін келтіреді. Биыл сәуірде Песков Путиннің денсаулығына қатысты тағы бір ақпаратты жоққа шығарып, Ресей президентінің мегабелсенді және оның энергиясына қызығуға болатынын айтқан еді. Әрине, ол ешқашан бункерлерде отырмаған. Бұл да өтірік, деді Песков.